Сәлем достар, бүгін 19 наурыз. Қазақстан Республикасында коронавирус пандемиясына байланысты төтенше жағдай жарияланғанына бүгін 4-ші күн. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев 16 наурыздан бастап Қазақстан Республикасында төтенше жағдай деп жариялаған болатын. Коронавирус ауруын жұқтырғандар саны күннен күнге өсуде. Бүгінгі Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдемесі бойынша коронавирус ауруын жұқтырғандар саны 44-ке жетіп отыр. Әрине, бұл халықтың санасында үрей мен қорқыныш тудырады. Алайда бұл аурудан қалай сақтану керек, қалай қорғану керек, бүгін сол туралы айтамыз. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің жанындағы қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы төмендегідей ұсыныстарды көрсетеді. Коронавирусты жұқтырмаудан өзіңізді қорғау үшін арналған нұсқаулықты ұсынып отыр. Оны күні кеше, яғни 18 наурызда жариялаған болатын. Барлықтарыңызға шұғыл шара қолдану. Алдымен қолды құрамында спирті бар антисептикалық заттармен жиі сүртіңіз, немесе қолды сабынмен 20-30 секунд бойы мұқият жуыңыз. Жөтелгенде және түшкіргенде ауыз бен мұрынды шынтақты бүгіп немесе майлықпен жабыңыз. Содан кейін майлықты бірден жабық қоқыс багына салып, қолды мұқият жуыңыз. Көзді, мұрынды және ауызды қолмен ұстамаңыз. Ең алдымен коронавирус шырышты қабықтарға әсер етеді. Жоғарғы температура немесе жөтел белгілері білінген адамдармен байланыста болудан аулақ болыңыз. Ет пен жұмыртқаны толық дайын болғанға дейін мұқият өңдеңіз. Жабайы немесе ауыл шаруашылығы жануарларымен жанасудан аулақ болыңыз. Егер сіз жөтелсеңіз немесе сізде жоғары температура болса, адамдармен байланыста болудан аулақ болыңыз. Қоғамдық орында жерге түкірмеңіз. Және де адамдар көп жиналатын жерлерге барудан аулақ болыңыз. Мүмкіндігінше үйден шықпауға тырысыңыз. Ал егер сізде дене қызуы көтерілгенде, жөтелген кезде және тыныс алу қиын болған жағдайда дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Егер бұған дейін сізде қандай да бір сапарға шыққан болсаңыз, бұл туралы дәрігерге хабарласыңыз. Бұл ақпараттарды бөлісіңіз, басып шығарыңыз және өзіңізді сақтаңыз. Егер сізде сұрақтар туындаған болса, 1406 нөміріне қоңырау шалыңыз, қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Бұл сіздің денсаулығыңызды сақтауыңызға жәрдемдеседі.